Ассалаумағалейкум қазақ елі. Инстаграмның керемет ұйғыр тағамы деп көрсетті. Енді түрі аппетитіне болғаннан кейін өзім жасап көргім келді. Оны сіздермен бөлсем екен дедім. Осылай сүтке азырақ су құйып, тұз дрожжымызды салып, жұмсақ қамыр илеп ашытып қояды екенбіз. Дәл солай мен де жасадым. Осылай жұмсақ қамыр илеп, бетін жауып, орап қойып қойдым. Қамырымыз ашып көтерілгенше салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін өзімізге керекті күнделікті ет, пияз, картошка, сәбізімізді қолданып тамақ жасайтын боламыз. Майымызды құйып, етімізді салып, жақсылап қуырамыз, қызартып. Сосын пиязымызды салып қуырамыз. Пиязды қызарғанша қуырыңыздар. Пияздарыңыз қызарса, тамақтарыңыз дәмді болады. Осылай сәбізіңізді, картошкаңызды, болгар бұршын, қызанақ болса қызанақты салыңыздар, қызанақ болмаса томат салып қызартып қуырып алыңыздар. Сіздерге де жасап беруге кеңес етемін. Біз жасап жедік, енді ана тағам керемет. Үйдегілерге де, бала-шағалама да қатты ұнады. Осылай дәмнің татуына қарай тұз, сосын азырақ соя соусын қойып жіберіп, жақсылап қуырып, су құйып, бұқтырып қойыңыздар. Суын көбірек құя беріңіздер. Қайнағаннан кейін тартылып жоқ болып кетпесін. Менің қамырым ашып дайын болып қалды. Осылай жайып алдым. Қалың емес, жұқа емес қып жайыңыздар. Сосын пиаланың, кесенің, бокалдың көмегімен осылай кесіп алсаңыздар болады, өздеріңізге ыңғайлы қылып. Мен бокалмен кестім. Ортасына май жағып осылай. Бұлай бүктеңіздер тура. Мына ұқсап. Монтабаркаларыңызды алдын ала майлап алыңыздар, әйтпесем қамыр жабысып қалады. Осылай қойып, жарты сағатқа қойып қоюды кеңес етемін. Мен көріп тұрсыздар, беті піспеген қамыр ұқсап тұр, андай болып тұр. Мен асығыс болып бірден қойып пісіре салдым. Жарты сағатқа қойып, көтерілгеннен кейін астын жағатын болсаңыздар, тамақтарыңыз көтеріліп, одан кейін түрі де аппақ болып, әдемі болып піседі, жұмсақ болып. Мен енді асығыс болып осылай жасай салдым. Тек бір листісін ғана өзіме осылай жасадым. Одан кейінгі листілерін көтергізіп әдемілеп жасадым. Осылай шет-шетіне қойып, ортасына салмасын қойып жасадым. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.